Сәлем достар, мен осының заттардың барлығын көзайымның бір жас тұсаукесеріне апаратын болам. Оласының ішінде не бар екенін көргілеріңіз келсе, ютубтағы осы видеоны толығымен көріңіздер, лайк, подпискаларыңызды басып, бағалап отырыңыздар, комментарий жазып. Мындай сандықтың ішінде не бар? Мына жерде қоржын, мына жерде дорожкамыз, бәрі бар. Осыны толықтай видеодан көрсеңіздер болады, достар. Сәлем достар, мен арқалыққа аман-есен жеттім. Көзайымның тұсаукесерге келдім. Енді сол көзайымның тұсаукесеріне не алып келдім, не апарам, соны сіздерге көрсетейін. Осындай ақ сандық алдым. Бұл сандыққа енді мындай көжекке куртка алдым. Зимний, натуральный пухпен. Осындай күшті комбизон алдым, енді соны саламыз. Оның ішінде шапкасы болу керек. Шапкасы неге бөліп қойдым ба? Шапкасы бар. Мына көзайымның курткасы. Сандыққа салайын. Одан кейін бас киімі мынау. Қазір мұнда етігі бар. Мына көзайым етігі. Көзайымның сумкасы. Көзайға алған. Мына жерде сумочкасы, кішкентай көйлектермен ұстайтын. Тағы да мынандай заколкалары, ұсақ тек боянатын заттары, сондай заттар бар достар. Салайын бәрін. Өзіне арнап осы ақ сандыққа салып жатырмын. Мынау қатты себептері, бұны сосын көрсетемін. Қазір пока мынандай пастелі бар, осының бәрін осы сандыққа салатын боламын достар. Қараңдар. Көжекке арнап алған сүлгімізді салайық. Енді мынау екі пакет бар. Бұл екі пакетке қазір көзайдың әжесіне осындай абайка сыйлаймыз. Ұзын. Оны бір пакетке әдемі атасының әжесіне. Атасына осындай жакет, қазақи нақыштағы. Және әжесіне алтын сақинамыз бар подаркке. Көзайды әжесі қарап, әжесі бағып жатыр. Көзай әжесінің қызы болғасын, әжесіне сақинасын алдық. Бұл дайын. Енді екінші пакет ол көжектің мамасы мен папасына. Сосын мынандай ойыншығымыз бар. Конструктор, өзінің ойнайтын столигімен бар. Олардың бәрін қазір бантиктағы әдемілейтін болам. Одан кейін мынау кукласы. Оны да қазір шетіне бантигін тағып әдемілейміз. Оны көрсетемін сендерге. Сосын мында мишка бар. Мына мишканы да ойыншық ретінде жанына қосқан бүйтіп салафанмен күшті болып. Мынандай жылтырға салып, мына әдемілейміз еді. Мына аюымызды салайық. Оғандарында емеспен әдемілік керемет қып қойымыз. Ол есінерек подарксын. Я? Біз тағылсын бұды. Мобида засылған болсын. Өйден айым отырмақ. Енді түке форматта да түсіріп алуым керек еді. Давай, оттыш. Мына аюды енді достар мына сандыққа сыйдырып жіберейінші. Бәрін бөлек қоймай. Мен достар көрсетейін. Мен көрсетейін. Аюды салдым. Көріне берейін. Достарға мама мен достарға көріне берейін. Мама достарға көріне берейін. Жоқ. Енді. Салайын мұнда. Бәрін әдейі подсветіп алдық. Так, мен шапкасы, мына сумкасы, сәдік ұстаймай өзімді. Ондай бар, сумочкасы бар. Ондай заколкалары бар. Енді бұл мен туған сестрамның қызы. Сол үшін де осылай алдым. Осылай. Енді мынаны үйт жабамыз дейді. Осы бір корзинка. Заттар енді осындай корзинка дайындадым. Осының үшін көрсетейін сіздерге. Не бар екен? Осы мен өзім киетін киімдері. Бірінші мынандай көйлегі бар. Ешіне играмы.
Ертеңмен тойларға неге кисе болады. Құдай қаласа бұйыртып кигізсін көжекке. Осындай көйлегі бар. Кішке өскелең қылып, өсіп кеткен бола болғасын. Сосын мынандай летний пижамасы бар, зимний пижамасы бар. Осындай ақ көйлегі бар, жазда бұйырса киетін өзі. Сосын мына куртканы, қазір айтамын. Мынандай осенний шапкасы бар, осындай осенний курткасы бар көжектің. Осындай кофтасы бар, әдемі. Өзіне кететін мынандай шалбары бар. Мынандай жаздық лосинасы мен футболкасы бар. Мынандай сарафаны бар. Мынау спортивкасы. Мына жаңағы үйінде апасы бар. Айгөркем сол апасының курткасы, шалбары. И мынау көзекке лосинасы. Осы киімдері осы. Ден осындай қоржын дайындаймыз. Мынандай шокопай, тәттілер саламыз. Осыны сала берейік. Мынандай печеньки саламыз коробкасында. Мынандай фикс. Саламыз. Мынандай конфет бар. Конфет, мынандай конфет. Әдемілеп көрсетіп қалайыз. Мынандай печеньки бар. Мындай рулеттер бар. Осындай конфеттер бар. Мындай шайлар бар. Мындай коктейлер бар. Короче, осы қоржында сайт толтырып саламыз. Мындай конфет бар. Николай бар, Марс бар. Бәрі толтырып апаратын болам. Фикс бар. Осыны қазір қаптай. Осылай қоржынымызда әдемілейміз. Бұл қоржынмен сол жерде отырған әйелдер ашама солай үлестіріп береді, типа жаңағы тұсаукесерден дәмдеп. Көзайым бір жас тұсаукесер деп осы қағаз шығартып әдейі өзіне арнап істейді. Сөйлеймін сіз видео сұрасың. Сынақ қоржын себет шықты жұрттар. Осындай ала жоладым жазуымен. Сташыптемен осы көрсете берейін. Сосын алдына ойыншықтардың ойына осындай орап қоям. Көзайым журналист, көзайым сәнгер, көзайым дәрігер, көзайым ұстаз, көзайым бизнесмен. Осылар беріп аккуратно орайымда қой. Осылай бабочкамен тайлап, ана жерге қоятын болым. Сосын мұнда пышағымыз, мынау ала жібіміз. Осымен тұсаукесерге дайынмын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк, подпискаңызды аямаңыздар. Сіздерге қалай ұнады ма? Комментарий жаза кетіңіздер. Ұнаса қалай, нешеге бағалайсыздар деген сияқты. Қадамың сәтті болсын, өмірің мәнді болсын, жолың ақ болсын. Тек қана бақытты қыз бол, бай қыз бол, миллионер қыз бол, адал мен ақша табатын қыз бол. Әке шешеңді асырайтын, қамқор қыз бол, ата жеңе мейірімді, короче, бәріне бауырыма кесейін бе бір?